Параграф 46, екінші туынды және оның физикалық мағынасы. 46-да бірінші есеп. Мұнда y тең f от x функциясының бірінші және екінші ретті туындыларын табу қажет. Бізде бірінші берілген f от x функциясы x-тің 4 дәрежесі плюс 2x куб минус 3x плюс 1. Бұның бірінші туындысын тауып аламыз. 4x-тің кубы плюс 6x квадрат минус 3. Енді осыдан тағы да туынды аламыз. Ол 12x квадрат плюс 12x болады. Келесі екіншісі f от x тең 2x-тің 4 дәрежесі минус 3x-тің 3 дәрежесі плюс x минус 7. Біздің екінші реттік туындысы. Бірінші туындысы 8x-тің 3 дәрежесі минус 9x квадрат плюс 1. Бұдан туынды тапсақ 24x квадрат минус 18x. Келесі үшіншісі f от x тең 5x-тің 4 дәрежесі плюс 2x квадрат минус 2x. 20x-тің кубы плюс 4x минус 2. 60x квадрат плюс 4. Келесі 46-да екінші есеп. Мұнда y тең f от x функциясы үшін абсциссасы x нөлевой болатын нүктедегі екінші туындының мәнін табу қажет. Бізде бірінші f от x тең x куб минус 3x квадрат минус 1. Осының екінші реттік туындысын тауып аламыз. 3x квадрат минус 6x. 6x минус 6. Енді бізде x нөлевойымыз минус 1-ге тең. Бұл тең болады минус 12-ге. Келесі екіншісі f от x тең x-тің 4 дәрежесі минус x куб минус x-қа. Осының екінші реттік туындысы 4x-тің кубы минус 3x квадрат минус 1. 12x квадрат минус 6x. Бізде мұнда x нөлевой 2-ге тең. 12x квадрат минус 6x тең болады. 12 көбейтілген 2-нің квадраты минус 6 көбейтілген 2. 2-нің квадраты 4, 4-ті 12-ге көбейтсек бізде 48 болады. Одан 12-ні азайтсақ бізде 36 болады. Келесі үшіншісі f от x тең түбір асты 3 минус x-қа. Бұл тең 1 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты 3 минус x көбейтілген 3 минус x-тің туындысында. 3 минус x-тің туындысы минус 1-ге тең болады. 3-тің туындысы 0, ал x-тің туындысы 1. Алтыда минус таңбасы бар, сондықтан минус 1. Демек, бұл минус 1 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты 3 минус x болады. Енді осыдан туынды аламыз. Тең. Мұндағы минус 2-ден 1-ді жақшаның сыртына шығарып жіберсек, минус 2-де 1. Ал оның бөлімдегі түбір асты 3 минус x-ті өзін жазып, минус 2-ден 1 дәрежесі қылып алсақ. Енді осының туындысын табамыз. Минус 2-ден 1 көбейтілген минус 2-ден 1 көбейту 3 минус x-тің
минус 2-ден 1 минус 1 көбейтілген 3 минус x'тің туындысы. Минус 2-ден 1 көбейтілген минус 2-ден 1 көбейтілген 3 минус x'тің минус 2-ден 3 дәрежесі көбейтілген минус 1. Енді жақшаларды ашып көбейтсек, минус 2-ден 1-ді минус 2-ден 1-ге көбейтсек, бізде 4-тен 1 шығады. Мұндағы минус 1 бар. Сонымен минус 4-тен 1. Ал бізде 3 минус x'тің минус 2-ден 3 дәрежесі дегеніміз бөлімге түседі. Түбір асты 3 минус x'тің 3 дәрежесі. Бізде x нолевойдың мәні минус 1-ге тең. F минус 1 тең минус бөлімінде 4 көбейтілген түбір асты 3 минус x'тің 3 дәрежесі. Минус 1 бөлінген 4 көбейту түбір асты 3. Мұндағы минус және мұндағы минуспен плюс 1 болады. Мұнда түбір астыда 4 болады. Түбір асты 4-те 2 шығады. 2-дің 3 дәрежесі бізде 8-ге тең. 8-ді 4-ке көбейтсек 32 болады. Минус 32-де 1. Келесі 46-да 3-ші есеп. Мұнда нүкте түзу бойымен x-ті тең 4-те t-ді 4 дәрежесі минус 3-те t-ді кубы плюс 2t квадрат плюс 1 загымен қозғалады дейді. Бұның туындысын табамыз. Бұның туындысы 4-тен 1 көбейтілген 4t куб минус 3-тен 1 көбейтілген 3t квадрат плюс 4t болады. 4-пен 4 қысқарады, 3-пен 3 қысқарады. Сонда мұнда t куб минус t квадрат плюс 4t болады. Мұнда айтады бірінші сәтте t тек 3 секунд уақыт мезеттегі жылдамдығы табу керек деген. Яғни x 3 болған кезде мәнін табу қажет. 3-ті кубы минус 3-ті квадраты плюс 4 көбейтілген 3. Тең болады 27 минус 9 плюс 12. 27-де 9 қоссақ 18, 18-ге 2-ді қоссақ 30 болады. Келесі екінші. Т тек 3 секунд уақыт мезеттегі үдеуін табыңдар дейді. Демек, бұнда Т3 тең осы шыққанды тағы да туындысы табамыз. Бұнда 3t квадрат плюс 2t плюс 4 шығады. Енді осыған t-ді ортада бәт қойып есептейміз. Мұнда 3-ті квадраты бізде 9, 9 3-ке көбейтсек 27, 27-ден 6-да азайтсақ бізде 21 болады. Оған 4 қоссақ бізде 25 болады. Бізде жылдамдығы 30-ға тең болады, ал үдеуі 25-ке тең болады. Келесі 46-да 4-ші есеп. Бірінші берілген f от x тең түбір асты 5 минус x. Туындысын табамыз. Мұндағы түбір асты 5 минус x-ті 5 минус x-ті 2-де 1 дәрежесі деп алсақ. Сонда 2-ден 1 көбейтілген 5 минус x-ті минус 2-де 1 дәрежесі болады. Және көбейтілген 5 минус x-ті
тудысы. 2-ден 1. Ондағы 5 минус x түбір асты болады. Және де көбейтілген. Мұнда туынды минус 1 болады. Оны көбейтсек, мұнда минустан бас шығады. Енді осы тағы туытты аламыз. Ол тек болады. Мұндағы минус 2-де 1 шақшай сыртта шығарсақ, 5 минус x-ті минус 2-де 1 дәрежесі деп алып, осы туытты алсақ. Минус 2-де 1-ді өзі жазылады. Мұнда минус 2-де 1-дің минус 5, минус x-дің минус 2-ден 3 дәрежесі. Және де көбейтілген 5 минус x-дің туындысы. Бұл тең болады. Мұнда туынды минус 1 шығады. Минус 1-ді минус 2-де 1-ге көбейтсек, бізде плюс 2-де 1 болады. Оны 2-де 1-ге көбейтсек, минус 2-де 1. Бірден жаза салайық. Бөлібі деп, бұдағы түбір асты 5 минус x-тік 3 дәрежесі болады. Бізде осы шықты. Енді біз f1-дегі мәнін табады боламыз. Минус 1 бөліке 2 көбейту 5 минус 1-дің 3 дәрежесі. Минус 1 бөліке 2 көбейту. Мұндағы 5-те 1 тасайтсақ бізде 4 болады. Түбір асты 4 2 шығады. 2-ді бізде мына жерде көбейтке кезде 2-де 1-ді 2-де 1-ге көбейткенде бұда 4-те 1 шығады. Сонда мына жерде 4 болады. 8 болады. Сонда минус 32-ден 1 шығады. Келесі екіншісі. f от x тең түбір асты 4 минус 2x-тің жетік туындысы табу қажет. Бұны да 4 минус 2x-тің 2-де 1 дәрежесі қылып алайық. 2-де 1 көбейтілген 4 минус 2x-тің минус 2-де 1 дәрежесі. Және де көбейтілген 4 минус 2x-тің туындысы. 2-ден 1 көбейтілген 4 минус 2x-тік минус 2-де 1 дәрежесі көбейтілген туынды минус 2 шығады. Минус 2-ді 2-де 1-ге көбейтсек, бізде минус 1 шығады. Оны жазбай қойық. 4 минус 2x-тік минус 2-де 1 дәрежесі. Осы туындысы табамыз. Минус 2-де 1-ді алдына шығарға кезде минус пен минус плюс болады. 2-де 1. 4 минус 2-де 2x-тің минус 2-ден 3 дәрежесі және де көбейтілген 4 минус 2x-тің туындысы. Тең. Мұнда туынды бізде минус 2 болады. Минус 2-ді 2-де 1-ге көбейтсек, бізде минус 1 болады. 4 минус 2x-тің минус 2-ден 3 дәрежесі. Бұл дегеніміз минус 1 бөліккен түбір асты 4 минус 2x-тің 3 дәрежесі. Енді f1-дегі мәнін табатын боламыз. Минус 1 бөліккен түбір асты 4 минус 2 көбейтілген 1. 3 дәрежесі. Минус 1 бөліккен. Бұнда түбір асты 2 болады. Оның 3 дәрежесі. Бұл тең болады. Минус 1 бөлінген 2 көбейтілген түбір асты 2-ге. Келесі үшіншісі. f от x
түбір асты 2х плюс 3. Үстік туыц табамыз. 2х плюс 3 деп отырғанымыз түбір астыдағы 2-де 1 дәрежесі болады. Үстік туыц табамыз. 2-де 1 көбейтілген 2х плюс 3-тің минус 2-де 1 дәрежесі. Көбейту 2х плюс 3-тің туыцысы. Тең болады. 2х плюс 3-тің туыцысы бізде 2-ге тең болады. Оды 2-де 1-ге көбейтсек бізде 1 болады. Сондықтан 2х плюс 3-тің минус 2-де 1 дәрежесі өзі қалады. Үстік туыц табамыз. Бұл минус 2-де 1 көбейтілген 2х плюс 3-тің минус 2-ден 3 дәрежесі және де көбейтілген 2х плюс 3-тің туыцысы. 2х плюс 3-тің туыцысы бізде 2 болады. Оды 2-де 1-ге көбейтсек минус 1 қалады. 1-ді жазбаймыз. Минус 2х плюс 3-тің минус 2-ден 3 дәрежесі. Бұл дегеніміз тек минус 1 бөлінген түбір асты 2х плюс 3-тің 3 дәрежесі. f1 тек минус 1 бөлінген түбір асты 2 көбейтілген 1 плюс 3-тің 3 дәрежесі. Тең минус 1 бөлінген бізде жақшаның ішінде 5 шығады. 5-тің 3 дәрежесі 25 көбейтілген түбір асты 5. Келесі төртіншісі. f(x) тең түбір асты 2х квадрат минус 1. Бұл тең болады. 2х квадрат минус 1-дің 2-де 1 дәрежесінде. Үстік туыц табамыз. 2-де 1 көбейтілген 2х квадрат минус 1-дің минус 2-де 1 дәрежесі көбейтілген 2х квадрат минус 1-дің туыцысы. Де 1 көбейтілген 2х квадрат минус 1-дің минус 2-де 1 дәрежесі және де көбейтілген 2х квадраттың туыцысы бізде 4х квадрат 4х болады. Ол 4х-ті 2-де 1-ге көбейтсек бізде 2х болады. Сонда 2х көбейтілген 2х квадрат минус 1-дің минус 2-де 1 дәрежесінің туыцысы. Бұл тең болады. 2х-тің туыцысы көбейтілген 2х квадрат минус 1-дің минус 2-де 1 дәрежесі плюс 2х көбейтілген 2х квадрат минус 1-дің минус 2-де 1 дәрежесінің туыцысы. 2х-тің туыцысы бізде 2-ге тең болады. 2 көбейтілген 2х квадрат минус 1-дің минус 2-де 1 дәрежесі плюс 2х көбейтілген минус 2-де 1 2х квадрат минус 1-дің минус 2-ден 3 дәрежесі және де көбейтілген 2х квадрат минус 1-дің туыцысы. Мұнда 2 алыбына түседі. Бөлімінде түбір асты 2х квадрат минус 1 болады. Плюс, ал мұнда 2х-тің 2 дәрежесі минус 1-дің туыцысы бізде 4х болады. 4х-ті бұндағы 2х-ге көбейтсек бізде 8х квадрат болады. 8х квадратты минус 2-де 1-ге көбейтсек минус 4х квадрат болады. Бөлімінде мұнда жердегі түбір асты 2х квадрат минус 1-дің
3 дәрежесі болады. Ортақ бөлікке келтірсек, мұнда түбір асты 2х квадрат минус 1-ді квадратыдан, ал бұнда 1 беріледі. Сонда бұда жерде 2 көбейтілген түбір асты 2х квадраты минус 1-ді квадраты немесе 2х квадрат минус 1-дің өзі. Минус 4х квадрат бөлінген түбір асты 2х, мұнда кубы болады. 2х квадрат минус 1-дің кубы. f1 тең болады 2 көбейтілген 2 көбейту 1-дің квадраты минус 1-дің кубы минус 4 көбейтілген 1-дің квадраты бөлінген түбір асты 2 көбейтілген 1-дің квадраты минус 1-дің кубы. Мұнда 1-дің квадраты 1, 1-ді 2 көбейтсек 2, 2-де 1-ді азайтсақ 1 болады, 1-дің кубы 1 болады, сонда 1-ді 2 көбейтсек 2-дің өзі болады. Минус, мұнда 4 болады, бөлінген түбір асты, бұда түбір асты 1 болады, мұнда бұл тең болады минус 2-ге.